Ассалаумағалейкум. Мынау ВАЗ-2107 семерка. Датчик давлениенің түбіне мая ағып кетті. Мая ағып кетті. Өткенде сол тахометр түсіп кетсе, 10-нан түсіп кетсе қызыл жанып маргарет етіп жүреді ғой. Соны ашып қараған кезімде сол түбіне мая ағып жүр екен. Содан енді бүгін жаңа базардан барып алып келдім. Ауыстырдым. Өткенде сол мынаның несіне түбіне фон орап қатырған болатын едім. Онымен пайдасы болмады. Бәрібір ауыстыру керек болды. Или мына пластмассаның штекердің түбінен жіберіп жатыр ма? Білмеймін. Сонымен не керек? Жаңасына келіп салдым. Бұйырса қазір қыздырып көретін боламыз. Қазір міне мынау штекері. Штекерін салайық қазір орнына. Содан кейін қыздырып қарайтын боламыз. Қазір ыңғайсыз болып тұр. Штекерін шығарып алайын. Опа, орнына салдық. Не болды бұйырса? Қазір көлікті қыздырып қарайық. Давление жана ма, жанбай ма? Жанбау керек деп ойлаймын енді. Жаңаның аты жаңа ғой. Так. Зажиганияны қосайық. Зажигания қосылды. Ана свет жанып тұратын еді ғой қызып тұрған кезде де. О, söndü mü ne? Motor jaқты bir көрсетіп жіберейін. Oldu, осымен өз ауыстырасыңдар. 20-лық колодкамен кішкене түбіне герметик жағып жіберсеңдер жақсы болады. Андай наборларың болса тіпті жақсы.